Құрметті Ғақлия бағдарламасының көрермендері, мінекей, біздің жұмыс жасағанымызға бір жылдай уақыт болып қалды. Біз осы бір жыл ішінде 50-ге жуық әлеуметтік, әдеби, рухани көптеген дүниелер түсірдік. Бірінші атап өтеріміз, бұл каналдың басты мақсаты ғылымға насихат жасау, ешқандай бір қаржылық, экономикалық мақсатқа негізделмегенін ескертеміз. Ендеше біз осы бір жыл толуына орай Ғақлия бағдарламасының ұтыс ойнатамыз. Оның шарттары мынадай. Бірінші, Ғақлия бағдарламасының YouTube әлеуметтік желісіндегі парақшасына, каналына жазылу керек. Екінші, осы Ғақлия бағдарламасының жүргізушілері, яғни мен, Болат және Ақниеттің Instagram парақшасына жазылу керек. Үшінші, видеоның астына мен Ғақлия бағдарламасының ұтысына қатысамын деп комментарий қалдыру керек. Осыны біз қарашаның бір күні Instagram парақшасының тікелей эфиріне шығып, кім ұтты хабарлайтын боламыз. Жақсы, осыларды ескерген жағдай, ұтыс жүлдегерлеріне қазіргі осы қазақ қоғамындағы бестселлерге арналған Харекет жақсы кітаптарын жолдайтын боламыз. Осыны үлкен мүмкіндіктен құр қалмаңыздар, құрметті көрермендер. Армысыздар, құрметті Ғақлия бағдарламасының көрермендері. Бүгінгі біздің қозғап отқан тақырыбымыз Қазақиядағы Абай хакімнің орны және рөлі деген тақырыпты алып отырмыз. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, қалдырып кетсеңіздер болады. Бүгінгі бағдарламамыздың студиясының қонағы белгілі абайтанушы ғалым, философ Омар Жәлелұлы келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Аға, жалпы бұған жаз айының уақытында Нұрлан Байділда деген осы бизнес тренинг жүргізетін бір жігіт Абай туралы біраз өзінің пікірлерін білдірген. Ол жерде Абайдың ешқандай бір қазақ талғасына сөзден басқа ешқандай пайдасы тимегені туралы айтты да. Бірақ шынымен қарап отырсаңыз, біз Абайды бір идеалға санап жүргеніміз жасырын емес. Бір ұтымды ойлар, айтылған сөздердің бәрі Абай осылай айтыпты деген сияқты сөздерде кездесіп жатады. Бұл туралы өзіңіздің ойыңызды айтып кетіңіз. Жалпы осы Нұрлан Байділданың бір сөзі ұнады маған. Ол кісі бүйтіп айтты. Біз қазір бүкіл қазақ Абайға ұқсап кетті деді. Бұл енді мен айттым, шынымен әмин дедім. Шын мәнінде бүкіл қазақ Абайға ұқсаса, онда қазақтың аңсаған, армандаған, қой үстіне бос торғай жұмыртқалаған заман туады сол кезде. Өйткені шын мәніндегі Абайды таныған, Абайды түсінген адам осы жалпы осы қазақтың қазіргі өмірі, болашағы, осы барлығы да Абаймен байланысты екендігіне көз жетеді және түйсінеді. Ал танымаған адам әртүрлі нәрселер айта береді. Содан ол Нұрлан Байділдаға өкпе, реніш жоқ. Неге өйткені танымағаннан кейін солай сөйлеп жатыр да. Шәкәрім атамыз айтады ғой, сен наданға ренжіме дейді. Өйткені ол надан екендігін білсе дейді. Онда ол надан болмас еді ғой дейді. Сонда бұл жердегі жаңағы осындай Абайға жалпы Абайға жаңағыдай сын айтатын адамдар қазір көбейіп келе жатыр. Бір қызығы. Нұрланнан басқа да осы Абайға тісін батыратын, Абайға жаңағыдай тиісіп қоятын адамдар бар. Бола береді деп ойлаймын. Өйткені шын мәніндегі Абайдың өзінің бір хадисі бар келтірген 38 қара сөзінде. Адам өзінің білмеген нәрсесіне жау болады дейді. Сонда Абай кезінде өзі айтқан ғой жаңағы. Қазіргі кезде дейді, мені түсінбеген адамдардың барлығы маған жау болады дейді. Сонда бұл жердегі мен өзім ойлаймын, жаңағы Абайға деген жек көрініш, ол адамның бір жеке басының жек көрініші емес. Бұл дүниетанымдық деңгейде. Сол түсінбегеннен, қабылдай алмағаннан кейін Абайды өзінің қалпына салу, өзінің шыққан биігінен бағалау деген нәрселер орын алып отыр да бұл жерде. Ал бұның қауіпті жағы, өйткені біз Абайды түсінген, Абайды оқыған адамдар, бұған біз жаңағыдай
миығымыздан көлемізді қоямыз. Енді былайша айтқан кезде өйткені біз қалыптасып осы Абайды танып, біршама танып қалдық. Ал енді бұның қауіптілігі Абайды білмейтін, түсінбейтін жастар бар қазір. Абайды оқымаған әлі, әрі-сәрі болып, қай жаққа бұрыларын білмей тұрған жастарға бұның кері әсері болып жатыр. Сонда бұндай әңгімелерге негізінен сөз ұстаған адамдар қой деп айту керек. Неге? Өйткені базардағы көйлек туралы әртүрлі пікір айтуға болады. Сатып алатын машинаң туралы айтуға болады әртүрлі пікірлер. Бірақ Платонның бір пікірі бар маған ұнайтын. Ол Платон айтады, көзқарастар әртүрлі болуы мүмкін дейді, бірақ ақиқат біреу дейді. Содан Абай атамыз бізге немен құнды дегенде, Абай өзінің ақиқатты айта білуімен құнды. Абай кезінде өзі қазақ айтады ғой, турасын айтсаң туғаныңа жақпайсың дейді. Ақиқатын айтсаң ағайынға жақпайсың дейді. Абай өзі кезінде де өз қоғамына жақпаған. Сол Абайды сол қазақтар сабаған, иә. Сондан бұл таңғалатын еш нәрсе жоқ. Өйткені Иса пайғамбар айтты дейді ғой, жаңағыдай өліні тірілтуге болады депті. Бірақ ақымақты дейді, емдеуге болмайды дейді жаңағыдай. Надандығын емдеуге болмайды дейді. Нұрлан Байділданың айтқан мысалдарының бір-екеуін айтып кетейін. Бұл жерде Абай біздің қазақ қазіргі заманда өмір сүргенде бір максимум жететін жетістігі блогер болады. Және 45 жасқа дейін ол ешқандай айтарлықтай жұмыс істеген. Бұл жерде былай. Бұл жалпы Нұрлан Байділданы сөз қылудың өзі оған артық та. Артық па? Иә, артық. Нұрлан Байділда деген нәрсе кісіге оны сөз екен деп айтудың өзі артық. Өйткені оның сөзі сөз қылуға тұрмайды ғой, сөз бе? Неге? Өйткені мен түсінем, ол Абайды оқып, оның қара сөздерін оқып, Абайдың философиялық лирикасын түсініп, соның сол контент, сол интеллектуалдық деңгейде әңгіме болса, ол басқа да. Ал бұл жерде оқымай, түсінбей, білмей, жаптым жала, жақтым қара деген әңгіме ғой бұл. Сонда бұл жерде Нұрлан Байділдамен дискуссияға түсудің өзі бір тек қана Нұрлан Байділда емес, Асқар Сүлейменов деген ағамыздың жөнінде сөз бар. Қазаққа ескірген кезде Абай ескіреді деген. Жоқ, ол өте жақсы сөз ғой. Ол риторикалық сөз ғой оның. Бұл жерде Абай ешқашан, сондан бұл жерде мындай бір мәселе бар. Енді Асқар Сүлейменовтің осы сөзін бәрі айтып жатыр ғой. Мен айтар едім, мысалы, бұл жерде енді қазір кезде біз неге Абай айтқан ғой, біз қазір қызыққа қызықшылмыз, әсіре қызылшылмыз біз. Мысалы, Асқар Сүлейменов айтты, Ақсақал айтты, Бай айтты. Бұл жерде авторитет, Абай айтады, авторитет болмау керек саған дейді. Сенің жалғыз авторитетің жүгінетін ол ақыл дейді. Сондан ол Асқар Сүлейменовтің ол өте ойшыл адам ғой. Бұл жерде ол афоризм ретінде айтып отырды. Ал егер ақылға салатын болсақ, ол Абай ешқашан ескірмейді. Неге? Өйткені Абай неге ескірмейді? Өйткені Абай ол мысалы қазіргі заманның сойылын соққан жазушылар ескіруі мүмкін, мысалы. Өз заманының жаңағыдай қамын күйттеген адамдар ескіруі мүмкін. Бірақ Абай ешқашан ескірмейді. Неге? Өйткені ол мәңгіліктің сұрағымен айналысқан. Ол метафизикалық сұрақтармен айналысқан. Яғни өмірдің мәні неде? Жан, Құдай, жұмақ, тозақ. Сондан Абай ол ешқашан ескірмейді. Жалпы сіз өзіңіз осының маманы ретінде, абайтанушы ретінде қазақ даласындағы Абайдың орнын айтып кетіңізші. Енді ол мен сізге айтайын. Жалпы Абайдың орны дегенде, мысалы, Ахмет Байтұрсынұлы айтады ғой. Бұрын соңды қазақта бұндай ақын туған жоқ дейді, сөз бе? Жамбыл Жабаев айтады жаңағыдай. Ой, Абай ақын емес қой деген кезде зәрі ұшып кеткен ғой, сонда айтты, жоқ. Бәрі аңтарылып қарады дейді Жәкеңе. Сонда Жәкең айтты, жоқ. Абай ол ақындардың пайғамбар ғой деп айтты, сөз бе? Абай. Сонда қарасаңыздар, осындай баға берген адам ғой. Енді ол бұның Абайдың орны деген кезде мен сізге тікелей айтам, жалпы қазіргі кездегі біздің осы өміріміз, біздің болашағымыз барлығы біз қаншалықты Абайды түйсінеміз, соған тікелей байланысты. Өйткені Құранда айтылады, Құранда хадисте айтылады, пайғамбарлық тоқтады дейді. Енді дейді, ол пайғамбарлардың орнына дейді,
әр ұлттан өз тілінде Құранды, хадисті түсіндіретін ғалымдар жібереміз дейді. Бірақ ол ғалымдардың дейді дәрежесі дейді Бәни Исраилдің пайғамбарлардың дәрежесіне тең болады дейді. Сонда Алла Тағаланың уәдесімен, сол Алла Тағаланың рахыммен, мейіріммен Абай келіп отыр ғой. Сонда Абай не үшін келді? Сол Құран мен хадистегі түсірілген ақиқатты өз ана тілінде қазақша түсіндіру үшін келді да. Сонда бұл біздің көшбасшымыз, біздің бағыт бағдарымызды айқындайтын темірқазығымыз Абай. Ал түсінбеген адамдарға оған ешқандай өкпереніш айтуға болмайды. Неге? Өйткені олар түсінбейді да, мысалы. Түсінбегеннен кейін әйтпесе жаңағыдай егер сауатты адам қарап отырып байқайды, оның жаңағы бұл сөздердің барлығы негізсіз сөздер екендігін жаңағы көзге ұрып тұр. Сонда Абайдың өмірге келгендегі позициясы, міндеті ол дінді қазақ тілінде түсіндіру дейсіз ғой, Жоқ, бұл жерде мындай бір мәселе. Дінді түсіндіру деп оның Абайдың аясын шектеуге болмайды. Жалпы мынау Абай өзі айтады ғой. Өзі Алла Тағаладан адамға берілген дейді, 3 қасиет бар дейді. Ол ғылым, әділет, мейірім дейді. Сол 3 қасиет иелері дейді. Олар пайғамбарлар, әулиелер, хакімдер және кәміл мұсылмандар дейді. Сонда осы Құдайдың 3 қасиетін иеленген адамдардың ішінде Абай хакімдерге бүйрегі бұрады. Неге? Өйткені хакімдер дейді, адам баласының осы өмірде қалай бақытты болады, соны үйретеді дейді. Ал неге дейді? Өйткені дейді, әулиелер дейді, олар осы 3 қасиетке, пайғамбарлар әулиелерге үйретті, әулиелер ғашық болды дейді, осы 3 қасиетке ғашық болғаны сондай, бұлар бұл дүниені ұмытып кетті дейді, олар тек қана ақиретті ойлады дейді. Ал хакімдер дейді, олар осы 3 қасиет иелері бола тұрып дейді, осы адам баласын осы өмірде қалай бақытты қылуға болады, соған бас қатырады дейді. Сондықтан олар күлкіден, ойыннан, қызықтан бәрінен бас тартады дейді, осы үшін дейді. Неге олар маған жақын дейді? Өйткені пайғамбарымыз айтқан дейді, нағыз мұсылман кім дегенде, адамдарға пайдасы тиген адамдар нағыз мұсылмандар деген дейді. Сонда бұлар адамзаттың пайдасы үшін дейді. Жаңағы күлкіден, қызықтан, бүкіл нәпсінің қалауларынан бас тартқандар дейді. Сонда Абай атамыз айтады, адаспай дейді, тура іздеген хакімдер болмаса, дүние ойран болар еді дейді. Сіз ойлаңыз сонда. Бұл біздің ғана өміріміз емес. Жалпы мына дүние бар ғой. Сол ойран болар еді дейді. Егер адамның осы дүниесі ойран болса, оның ақиретте ойран болады. Неге? Өйткені сондай хадис бар дейді Абай атамыз. Әд-дүния мазрағатул ахирет дейді. Бұл дүние ақиреттің егіні дейді. Яғни адам осы дүниеде лайықты өмір сүрсе, оның ақиреті де лайықты болады деген сөз ғой. Сонда ол Абай тек қана осы дінді үйретуге келді десек, ол тарылтамыз. Оның аясы тар. Ол Абай атамыз осы дүниеде қазақты қалай ұшпаққа шығарамын? Қазақта жұрттың баласы ғой. Қазақ халқын қалай мен жұрт қатарлы ел қыламын? Қалай қазақтың қақысын өзгеге жегізбеймін? Деген сондай жүрегіндегі зор махаббатпен келген адамды. Жалпы Абай арқылы осы қазақтың азаматтары мен азаматшаларын түзеуге болады деп ойлайсыз ба? Мен сізге айтайын. Абайдың өлеңдері, ол адамның жанының емі, адамның жанының шипасы. Және Абайдың өлеңдері, осы адамның жанының азығын алғаннан кейін адам, ол осы өзінің бала шағасында дұрыс бағады, дұрыс әке болады, дұрыс ана болады, дұрыс бала болады. Әлбетте, сондан Абай ол сөз түзетуші ғой. Өзі Абай айтып отыр ғой, сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел дейді. Сондан Абай былашқан кезде қазақтың сөзін түзетуші. Сондан былашқан кезде біз Абайдың соңынан ерсек, әлбетте түзелеміз мысалы. Өйткені Абайдың сөзі ол жүректен айтылған сөз. Сондан Абайды неге көбі адам түсінбейді? Өйткені Абайды жүрегімен түсінетін адамдар аз қазір. Сонда Абай атамыз айтады, білім 2 түрлі болады дейді. Біреу бастағы білім дейді, ол пайдасыз білім, екінші жүректегі білім дейді. Ал жүректегі білім алу үшін дейді, сол
айтушы жүрегімен сөйлеу керек дейді. Ал сонда абай өзі айтып отыр ғой. Ет жүрексіз дейді, ерніңнің айтпа сөзін, тіл үйренген нәпсінің қу мінезін. Тілде сүйек, ерінде жиек бар ма? Шымылдық болып көрсетпес шынның жүзін дейді. Қазіргі кездегі біздің жалпы қиындыққа ұшырап жатқанымыз, біз тек қана қазіргі кездегі бастағы білім беріп жатырмыз балаларға. Ал абайдың ілімі, ол жүрек ілімі. Оны жаңағы шәкәрім ар ілімі дейді. Яссауи кезінде ол абайдың жаңағы Яссауи бұл білімді жаңағыдай Мәшһүр атамыз айтады, бұл хәл білімі дейді. Бұл состояние, түсінсіз бе? Содан абайша халықты сүймей, абайша қайғырмай, абайша халыққа, қазаққа жаның ашымай, абайға жақындау мүмкін емес, түсінсіз бе? Маңы түгіл шаңны жақындай алмайсың. Тек қана жаттап оны жақын болмайды. Өйткені абай айтып отыр ғой. Жүрекпен түсінбесең, жүрекпен абай айтып отыр ғой. Ақылмен ойлап білген сөз, бізде қазіргі математика, арифметика, геометрия бәрін ақылмен ойлап білеміз біз. Сонда абай айтады, ақылмен ойлап білген сөз бойыңа жұқпас сырғанар дейді. Ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар дейді. Сонда абайдың айтып отырғаны қазақ қалай түзеледі дейді. Қашан қазақ мені жүрегімен ұғады. Сол абай айтады ғой, жүрегіңе сүңгі деп отыр ғой абай бізге, көрдіңіз бе? Біз абайды жаңағыдай суық ақылмен танып жатырмыз. Абай блогер болады деген ол суық ақылдың сөзі да. Ол өзінің жаңағы суық ақылмен өлшеп тұр абайды. Бірақ абайды өлшейтіндей ыстық жүрек болмай тұр ғой ол адамда. Көрдіңіз бе? Сонда абай айтады, жүрегіңе сүңгі дейді, түбін көзді дейді, сөз бе? Немесе айтады, мен бір жұмбақ, жүрегіңе сүңгі, мен бір жұмбақ адаммын, оны ойла дейді. Сонда абайдың жұмбағын шешу үшін әрбір адам өзінің жүрегіне сүңгу керек. Жүрекпен ғана қабылдаған кезде абайдың жұмбағы ашылады сізге. Абайға тиіскен видеода сол жігіт айтты, абай 45 жасқа дейін ештеңемен айналыспаған, қыздар жақсы көрген, қыдырған, ойнаған деген сияқты нәрсені айтты. Бұған қалай қарайсыз? Енді бұл айтып отырмын ғой. Мынау абай осы 17 жыл болыс болған. 40 жасқа дейін абай кәдімгідей болыс болған, Қоңыр Көкше болысында ол төбе би болған. Және ол абай Қарамолда деген жерде ол съезде төбе би болып сайланып 370 баптан тұратын заңдар жинағын дүниеге әкелген. Сіз ойлаңыз, сонда 370 баптан тұратын. Сіз ойлаңыз, сонда ол заңгер болған. Ол 17 жыл болыс болған. Абай неге ол қазақты соншалықты жер жетік білді? Өйткені 13 жасынан бастап билікке араласты. 13 жасынан бастап әкесі Құнанбайдың барып кел, алып кел, сөйлесіп кел, кездесіп кел, яғни шаруаларын бітірді, сөз бе? Сол кезден бастап Құнанбай абайды баулай бастады. Сонда Құнанбайдың көрегендігі ол жаңағы шариғатты ақ пен қараны, халал мен харамды айырып үйренген абайға енді елге қызмет етуді үйретті ғой. Көрдіңіз бе? Елге қызмет ету. Иә, елге қызмет. Сонда абай ол өлгенше елге қызмет етіп кетті. Кейіннен бірақ ол жаңағы 40-қа келгеннен кейін түсінді. Елге бағым жоқ екен. Өйткені отарлық жүйе бой бермейді. Енді абай түсінді. Тек қана енді не істеймін деген сияқты. Енді қалай өмір сүреміз? Қалай қазақты қалай қазақты бақытты қылуға болады? Қалай қазақты осы тіршілігінде лайықты өмір сүруге болады? Қалай баланы тәрбиелеу керек? Осылардың барлығын ол енді түсінді. Қазір болмаса да осы сөздер болашақта керек болатындығын түсінді. Өзі айтып отыр ғой. Ақыры осыған байладым. Өз сөзімнің өзімдігінен ақыры осыған байладым. Керек адам керегін алар, керек емес болса өз сөзімнің өзімдігі дедім де осыған байладым дейді. Сонда жаңағы абайдың бірінші қара сөзіндегі жаңағы баладан бас тарту, малдан бас тарту, ғылымнан бас тарту, дін бағудан бас тарту, көп адам оны абайдың трагедиясы деп түсінеді. Менің ойымша, ол абайдың трагедиясы емес. Ол абайдың творчествоға келуі. Шығармашылыққа келу. Қайта біз рахмет айтуымыз керек. Егер абай биліктен бас тартпағанда, бала бағудан бас тартпағанда, ғылымнан бас тартпағанда, мал бағудан, дін бағудан бас тартпағанда, онда абайдың қара сөздері, абайдың кейінгі соқталы өлеңдері біз үшін жоқ еді, сөз бе? Жақсы. Жақсы, рахмет аға. Осындай мәнді де сәнді сұхбатыңызға. Рахмет. Жақсы еді. Құрметті Ғақлия бағдарламасының көрермендері, бүгінгі осы түсіру алаңын ұсынған Майлай мейрамханасына алғысымыз шексіз. Руханиятқа қолдау көрсеткендеріңізге үлкен алғысымыз білдіреміз.